Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сабақтарымызды жалпы Қазақстандағы білім беру саласының түбегейлі өзгертіп жатқан өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Бұл цифрлық білім беру ресурстары. Ал кеттік, тереңірек үңіліп көрейік. Мұғалім ретінде сіз бұл сұрақты өзіңізге күнде қоятын шығарсыз, оқушылардың назарын қалай аударсақ болады? Пәнге деген қызығушылығын қалай оятамыз? Міне дәл осы сұрақтардың жауабы технология мен педагогиканың тоғысқан жерінде жатыр. Дәл осы жерде цифрлық ресурстар бізге көмекке келеді. Ең алдымен, осы цифрлық серпелестің себебі неде екенін анықтап алайық. Неге біз кәдімгі тақтамен бордан бас тартып, интерактивті құралдарға жаппай көшіп жатырмыз? Бұл жай ғана уақытша тренд пе, әлде оның астарында терең бір қажеттілік бар ма? Сонымен, цифрлық білім беру ресурстары дегенде біз нені меңзеп отырмыз? Бірден айтайын, бұл жай ғана электронды оқулықтар емес. Жоқ, бұл дегеніміз интерактивті тапсырмалар, қызықты видеосабақтар, виртуальды зертханалар, типті 3D симуляциялар. Қысқаша айтқанда, бұл оқушыны жай ғана тыңдаушыдан процестің белсенді қатысушысына айналдыратын құралдардың тұтас бір әлемі. Тағы да қайталап айтайын, бұл жай ғана сәнге үйлесу емес, бұл нағыз педагогикалық қажеттілік. Себебі біз 21 ғасырдың балаларын оқытып жатырмыз. Оларға функционалдық сауаттылық пен сыни ойлау қабілеті ауадай қажет, ал қазіргі балалар ақпаратты мүлдем басқаша қабылдайды, сондықтан біздің де оқыту әдістеріміз заманға сай болуы керек. Жақсы, олардың неге маңызды екенін түсіндік. Енді нақтырақ сөйлесейік. Бұл ресурстардың мақсаттары қандай және олардың қандай түрлері бар? Олар бізге нақты не береді? Қараңыздаршы, мына инфографикада бәрі анық көрсетілген. Негізгі мақсаттар: оқушының шығармашылық қабілетін ашу, сыни ойлауын дамыту, функционалдық сауаттылығын шыңдау. Яғни, оқушыны ойлануға, талдауға итермелеу. Нәтижесінде не болады? Олар материалды жай жаттап тереңірек түсінетін болады. Ал ресурстардың түрлеріне келсек, олардың саны өте көп. Ең танымалдары интерактивті ойындар, қауіпсіз тәжірибе жасауға болатын виртуалды зертханалар, түрлі симуляциялар, видеолар, презентациялар, айта берсек көп. Олардың барының мақсаты біреу, сабақты қызықты әрі жанды ету. Осы керемет құралдардың бәрін қайдан табамыз? Олар сыныпқа қалай жетеді? Дұрыс сұрақ. Енді осы ресурстарды ұсынатын тұтас бір платформалар жүйесін қарастырып көрейік. Мына логотиптерінің көбі сізге таныс екеніме сенімдемін, солай ма? Мұнда Canva, Quizlet, Kahoot сияқты әлемдік гиганттар да, сонымен қатар Қазақстан мұғалімдері үшін арнайы жасалған көптеген басқа да керемет платформалар бар. Бұл дегеніміз таңдау мүмкіндігіміз өте зор. Енді біразына жеке тоқталайық. Біздің елімізде Bilimland, мектеп.edu.kz, Дарын онлайн сияқты атанық платформалар өте белсенді қолданылады. Бұл өте қуантарлық жағдай. Оған қоса Coursera немесе Khan Academy сияқты халықаралық ресурстар арқылы білім көкжиегін одан ары кеңейтуге тамаша мүмкіндік бар. Жарайда, теорияны біраз талқыладық, енді ең қызығына көшейік, практикаға. Бұл құралдар нақты сабақта, нақты пәндерде қалай жұмыс істейді? Міне, мына кесте барын түсіндіріп береді. Елестетіп көріңізші, математикада GeoGebra арқылы ең күрделі функцияның графигін бірнеше секундта сызасыз. Физикада фет арқылы сыныпта жасауға қауіпті немесе мүмкін емес тәжірибелерді виртуалды түрде жасай аласыз. Ал Kahoot арқылы кез келген бақылау жұмысын қызықты ойынға айналдыруға болады. Балалар бұған таң қалатыны сөзсіз. Ал біздің инфографиканың 3-ші блогы дәл осыны көрсетеді. Бұл құралдар физика, математика, информатика сияқты пәндердің оқу бағдарламасына етене еніп, теория мен практика арасындағы алшақтықты жоюға көмектеседі. Енді ең маңызды, бәлкім ең басты мәселеге келдік. Технологияның болғаны бір нәрсе, ал оны тиімді қолдана білу мүлдем басқа әңгіме. Шын мәнінде кез келген құралдың тиімділігі мұғалімнің қолында, оның педагогикалық стратегиясында. Мына дейік сөзді жақсы көремін, тыңдап көріңізші. Цифрлық құралдарды қолдану механикалық қосымша емес, оқу мақсаттарына негізделген әдістемелік шешім болуы тиіс. Бұл дегеніміз не? Бұл технологияны сабаққа жай ғана тықмалау емес, оны белгілі бір мақсатпен сабақтың әр кезеңінде ойластырып, ұтымда пайдалану деген сөз. Ұтымда пайдалану дегеніміз не? Бұл дұрыс құралды дұрыс уақытта қолдану. Мәселен, жаңа тақырыпты түсіндіру үшін қызықты видеоны қолданасыз, содан кейін оны бекіту үшін интерактивті ойын ойнатасыз, ал соңында білімін тексеру үшін шағын онлайн тест аласыз. Көрдіңіз бе? Бәрі сабақтың табиғи ағымымен жүрені. Тек әрбір қадам әлде қайда тиімдірек болады.
Ақыр соңында біз үшін ең маңыздысы нәтиже, солай емес пе? Біз бұл технологияны не үшін қолданамыз? Мақсатымыз оқушының білімін тереңдету, пәнге деген ынтасын арттыру, оларды өз бетінше ойланатын, сынып пікір айта алатын тұлға ретінде қалыптастыру. Технология осы мақсаттарға жетуге көмектесетін құрал ғана. Ал енді айтқандарымызды қорытындылайық. Ең басты түйін қандай? Цифрлық білім беру ресурстары бұл жай ғана қосымша ойыншық емес. Бұл білім берудің болашағы, оның іргетасы. Мына салыстыру кестесі айырмашылықты тайға таңға басқандай көрсетеді. Біз оқушының жай ғана тыңдап отыратын пассивті ролінен оның белсенді қатысуына көшіп жатырмыз. Барлығына бірдей стандартты қарқынның орнына әрбір оқушы үшін жеке білім алу жолын құруға мүмкіндік туды. Бұл нағыз парадигмалық өзгеріс, білім берудегі төңкеріс десек те болады. Сондықтан, егер осы талқылаудан бір ғана ойды есте сақтайтын болсаңыз, ол мынау болсын. Цифрлық ресурстар бұл технология туралы емес, бұл педагогика туралы. Бұл оқыту сапасын арттыратын және мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты мүлдем жаңа деңгейге көтеретін өте қуатты құрал. Соңында сіздерде бір сұрақпен қалдырғым келеді. Технология мұғалімді алмастыра ма, әлде оның мүмкіндіктерін арттыра түсе ме? Менің жеке пікірім, білікті ұстаздың қолында технология оны алмастырмайды. Керісінше, оның мүмкіндіктерін еселеп арттыратын сенімді сергіне, супер күшіне айналады. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз?